керек жоқ қой. Мен жақсы білемін ғой деп. Енді білсеңіз, екі бірді обязанность водителяда сіз, яғни ақау, техникалық ақау бар автокөлікті басқаруға тыйым салатын білесіз ба? Заңға бағынасыз ба? Бұл онда сіз қалай кетесіз? Сізден қай жақтан білесіз, что сотрудниктің үстіне штраф салады. Если автохозяйство машина. Екі бір бірді обязанность водителяға закрепить етіп қойып қойған. Вот именно. Лампочкасы не істеп тұрған, жан шыққан сізде. Если жанбай шыққан дәлел бар ма? Сіздегі қазір маған 5 минут бұрын өшіп тұрған дәлел келмей тұрсыз ғой. Қараңыз да. Мен қазір баянатын жазып беремін. Сіздегі мен әдейі келетін. Қандай сотрудник керек? Онда былай істейік. Буран көп болғаннан кейін. Закон правоохранительных органов бағынасыз. Жазбаңыз, мен кетіп бара жатқанымды. Жарайды. Қазір келетін экипажға да жазып беріңіз үстімізге арыз. Ол ештеңе айтып тұрған жоқ. Жоқ, полиция қызметкері заң бағынбайсыз ғой. Уважаемое руководство, данный момент ожидал вместе вот заявителем экипаж, который свободный экипаж после выполнения скорее Нет, два вызова. Міне, Алматы қаласында құрметті министр, сіздің планшетіңіз қайда? Істемейді. Планшетіңіз істемейді, иә. Маған шыққан кезде істеген. Мен қазір рапортын жазып беремін деп, спокойно. Автохозяйство. Былай істейік деп маған условия қойылған жоқ. Заңды сізге айтып беремін. Сіз закон правоохранительных органов ашасыз, 19 бірде. Иә, ОВД. Закон ОВД. Закон ОВД деген ба? Иә. Енді қараңыз, ішкі істердің заңы бар. Министерствоның заңы. 19-1-де каждая ситуация сотрудник полиции обязан помогать. Вот именно ситуация. Бағанан бері жақсы болды. Сізде кісі деген полициядан көмек күтіп тұрған жоқсыз. Мен не күтіп тұрмын мұнда? Вот именно бағана ата заңда айтып отқан бәрі. Каждый гражданин имеет для фиксации. Да, түсіріп алдыңыз, болды. Соны арызды жазсаңыз да болды. Енді 197 баптың талаптарын орындамайсыз. Сіз деген мысалы ойлап тұрсыңыз, сотрудникке штраф салынды. Сотрудник автохозяйствода сапса учеба если ол чип кеткен болса, 614 бап бар. Атқадан тура үйтіп шыққан фиксация жасап, сосын тоқтатып алсаңыз, ол кезде БДшникпен ответственность. Екі бір-бірді обязанность водителя қайдасың ба? Общий обязанность водитель айтып отырсыз. Сізден мен қазір уверенно айтып отырмын, автохозяйство. Сіз не істеп, лампочкасы күймей шыққан. Сізден айтып отырсыз, күймей шыққан. Енді қараңыз, бағанан бері өзіңіз жазып алдыңыз. Габаритіңіз жанбайды ғой. Бәрі өшіп қалған ба не? Біреуі шығын. Біреу ғой. 797 екі тыйым салынады ғой. Вот именно. Перечень исправительстве 590 мың неге жазып қойыпты? Регламент. Бірақ сұрақ қойыңызшы, сізден қазір полициямен сөйлестіңіз, бірақ жаныңызда өтіп жатқан қазір 10 шақты машина бір тал лампочка түсіп, неге соларға барып жалай алмайсыз? Осы деген жаңа Қазақстан келді, жаңа оған дейін 30 жыл беззаконие, заңсыздық болды деп. Мен заңсыздық. Сөйтіп айтып алдыңыз уже регистранда. Болды біздің департаменттағы руководство көрсетсеңізші қалай диалог болған. Суд не в этом, мен дождался. Келген жоқ экипаж, бос экипаж. ДТП-дан босаған қазір 2 ДТП. Келеді, арыз жазып бересіз. Мен рапортын жазып беремін, ответіңіз смена даже келмейді. Мен айтып болған кезде мен қызметіңіз линия атқара бересіз ба? Атқара беремін. Командир взводқа ответіңіз смена рапорт жазып береді. Қазір соны рұқсат беретін болсам мен автохозяйство линияны снимать етемін деп рапортын көрсетіп, сояқта лампочка ауыстырып бермесе, капитан мырза. Смена доказательства жарайды. болды. Жазып алдым. Жанбайды. Сіздің для устранения рапортын жазамын да, мен жіберсе автохозяйство. Устраните бесплатно. Ол не исправится, тормозной система емес. Тыйым сал. Я есть жүріңіз, рестауға барамыз. Жүріңіз. Қазір условия қоймаймын деген, условия қоямын деген екі түрлі нәрсе көп. Сіздегі негізі сөзден синоним сөз, тамам дейсіз, антоним сөз, керісінше сөз еді. Денжібесіз көмек керек жоқ. Фиксация жасағыңызға рахмет. Замечание жасағыңызға рахмет. Ол жағын баянатпен өтсем. Деген экипаж арыз жазып бере бер. Машинаны от алдым. Мына келесі видеоны қарашы, вообще қызық бар ғой айтайыншы. Осы сілтемеге шыққан видеоны қарашы, үстінен бас. Вообще қызық мына видео, қара.